Сәлем. Біз кәк арнасынанбыз. Дайынсың ба? Иә. 3, 2, 1, секір. Жігіттер, біз Атлантисте әлемдегі ең жақсы аттракциондардың үйінде тұрмыз. Бүгін бүкіл күн ол тек біз үшін ашық. Біз кез келген аттракционды пайдалана аламыз, қалағаныңды істе. Өйткені бізге рұқсат етілген. Жалпы 100-ден астам аттракцион бар. Сонымен мен сіздерге бір сынақ дайындадым. Кім ең көп аттракционға мінеді? Мен. Әрине мен. Сен қатыспасаң да болады. Себебі мен 100 сырғанаққа мінемін. Жоқ, мен. Барлығына ма? Жалпы 100 ма? Иә. Вау, сендер тіпті естісіңдер. Кеттік. Жүріңдер. Кім ең жақсы? Бұл аквапарк мен ойлағаннан үлкен болып шықты. Мен көбірек сырғанаққа баруға уақыт табу үшін көп жүгірдім. Басынан бастап қатты қорықтым. Ал менде көбірек ұпай бар, ха! Ой, жүріңдер, мен қорқып тұрмын. Біреу маған көмектесіңдер. Бұл менің өмірімдегі ең жақсы күн. Бұл тапсырманы кім ойлап тапты? Мен осында тұрғанды жөн көремін. Меніңше, бұл аттракцион онша қорқынышты емес, тексерейік. Қайсысына барамыз? Гидраға барамыз ба? Гидра. Гидра, жарайды, жүріңдер. Жазылушылар, сіздер кім үшін көбірек алаңдайсыздар? Иван, Мария мен немесе анам, пікірлерде дауыс беріңіздер. Мен осындамын. Жарайды, дайынсың ба? Иә. Кім бірінші болады? Мен. Біз жасыл шамды күтіп тұрмыз. Жүріңдер. Біз жасадық, тағы бір сырғанақ. Біз алдымен көру үшін осындамыз. Аквапарк мүлдем бос болды. Және тек біз үшін 24 сағатқа ашық болды. Ой, жоқ, мен ол жаққа бармаймын. Жоқ, бұл ең қорқынышты. Ой, мен қатты қорқып тұрмын. Ой, жоқ. Қош бол, әке. Мен қатты қорқып тұрмын. Неге мен ең қорқынышты сырғанақты алдым? Ой, құдайым, неге? Енді, келесі. Жоқ, істеме. Жарайды. Бұл өте қорқынышты болды. Келесі қайда барамыз? Толқынға мінеміз. Кайсерфинг. Міне осылай. Жүріңдер. Мен мұны бірінші рет жасап тұрмын. Серфинг арнайы кең тақталарда толқынға міну, толқынды ұстау керек. Мен бірінші рет тақтаға міндім, және меніңше мен жаман емеспін. Серфингтегі ресми рекорд толқында 3 сағат 55 минут екенін білдіңіз бе? Және ең үлкен толқын Аляскада тіркелген. Ол 524 метр биіктікте болған. Мен дайынмын. Жүріңдер. Айтпақшы, менің тағы бір қызықты фактым. Англиядағы Плимут университетінде серфинг бойынша бакалавр дәрежесін алуға болады. Бұл әлемде тағы 3 университетте ғана мүмкін. Меніңше, бүгіннен кейін мен бұл дәрежені оңай ала аламын. Мен керемет Калифорния серферімін. Fantastic. Енді менің кезегім. Маған ұнамады. Тақта үнемі сырғып кетер. Шашыраған судан ештеңе көрінбейді. Жоқ, серфинг менің ісім емес, жігіттер. Менсіз жүріңдер. Бірде толқындар мені сырғанақтан алып кетті. Мен 1 минуттан аз уақыт тұрдым. Меніңше, Иван ең жақсы жасады, сондықтан ол ең көп ұпай алады. Жазылушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Біздің арада кім ең жақсы серфер? Иван, Мария, әке немесе мен көбірек дауыс алған адам қосымша ұпай алады.
Жақсы жұмыс. Енді мен сахналардан секіргім келеді. Мен де. Кеттік. Қорқып тұрсың ба? Жо. Жақсы. Кеттік. Қыздар сол жақта, ұлдар оң жақта. Жақсы. 3, 2, 1, кеттік. Бұл секіру маған 10 ұпай әкеледі. Үш, ек, бір. Су парк аумағында Аббасабад лагунында 65,000-нан астам теңіз тұрғындары бар. Бұл керемет, өте жақын. Қандай ұзын құйрық. Ол күліп тұр, қарашы, ол күліп тұр. Біздің саяхатымыз жалғасуда. Келесі қадам акулалармен серуендеу. Қорқып тұрмын, иә менде. Мен бұған тым кәрімін. Мен шаршадым. Бірақ бұл толықтай қауіпсіз. Барлығы шынның артында болады. Бірақ өте жақын. Мұндай сәттерде мен нағыз ертегідемін деп ойлаймын. Акулалар, сәулелер, түрлі түсті балықтар, бәрі қол созым жерде. Мен мұны бұрын соңды көрмегенмін. Керемет екен. Онда көп акулалар бар. Әке қайда? Мен мұндамын. Кеттік. Кеттік. Бұл жолы Мария бізбен бірге түсуге шешім қабылдады. Бұл бізге бәрімізге ұпай әкеледі деген сөз. Жоқ, күте тұр, мен жеңгім келеді. Маған көбірек ұпай бер. Жігіттер, бұл таяу шығыстағы ең биік сырғанақ. Шамамен 40 метр ұзындықта. Кім барады? Сен. Мен. Тек мен бе? Я. Ал сен ше? Кеттік. Абайла. Кеттік, анашым. Сонда кездесеміз. Әрине, ең қорқынышты сырғанақты кім алады? Әрине, әке. Әке осында болды. Жақсы, кеттік. Салмақты тексеру. Жасыл жарық. Біз өтеміз. Кеттік. Жоқ, күте тұр, мен ойымды өзгерттім, тоқта. Олар да есептеледі. Я. Кеттік. +1. Иван, бұл сырғанақ емес. Бірақ бұл серуен. Ура, жоғарыға шығайық. +1. Бұл су шелегі. Бірақ қашан? +1. +1. Осы сырғанаққа барайықшы. Жоқ, мен бармаймын, бұл тек балаларға арналған. Жақсы, мен үшін. 1. +1. +1. Сен осы сырғанақтарға барасың ба? Я. Бұл да саналады. Я. Жақсы, кеттік. Мен сол жаққа бара аламын ба? Ой, жоқ, биіктік шектеулері. Менде бір ой бар. Мені тыңда. Жақсы, біз бұл төбеге міндетті түрде шыға аламыз. Қарашы, біз өте кішкентаймыз. Енді мен бара аламын ба? Жоқ. Жақсы. Бізде басқа да керемет сырғанақтар бар. Қараңдар балалар, мұнда шамамен 23 аттракцион бар. Бірақ олардың көпшілігі тек балаларға арналған. Бірақ біз көре аламыз. Кеттік. Мен бұл сынақты міндетті түр жеңемін.
+1. Жоқ мен. Жоқ, мен үлкенмін әрі жылдамырақпын. Менің икемділігім көбірек. Жақсы, оны көрерміз, мен көбірек сырғанаққа түсемін. Анам мен әкем міндетті түрде артта қалды. Отбасылық көңіл көтеру, барлығы ұпай алды. Меніңше, харизма үшін ұпай қосу керек. Әрине, әкем ең қорқынышты сырғанақтарды алады. Ол қатты қорқып қалды. О, мен тағы біреуін таптым. Кеттік. Мынау ма? О, жігіттер, кім келеді? Сен және сен. Қайсысын таңдайсың? Күлгін. Қызыл. Сен қызылсың, кеттік. Вау. Енді біз дайынбыз. Жоқ, бұл тек кішкентайларға арналған. Мен балаларға арналған сырғанаққа барамын. +1. Көмектесейін, ой, кешір. Сен ештеңе көрген жоқсың. Біздің арнамызға лайк басып жазылыңыз. Тасалау. +1. Ұлдар қарсы қыздар. Біз жеңдік. +1. Жоқ, біз жеңдік. +1. Вау, қандай керемет сүңгу. Бұл сырғанақ үшін бізге кішкентай балалар керек. Келесі жолы Алекс пен Дашаны өзімізбен аламыз. Бұл да дұрыс па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Жазылушылар +1. +1. Мынаны көрдің бе? Жоғарыда сен бара алмайсың. Бұл жерде төменде болғанда сен бара аласың. Мен қорқып тұрмын. Жоқ, саған баруға рұқсат жоқ. Кеттік. 1, 2, 3 кеттік. Көп сырғанақтар, мен өте алмаймын. Мен бұл сынақты жоғалтамын, жарайды. Кегш жазылыңыз. Сынақ жасайық. Кім бірінші барады? Мен. Жарайды, сен барасың. Алдымен балалар. 1, 2, 3 кеттік. 3 метр биіктікте аяқталады. Мен оны қалай айту керектігін білмеймін. Бірақ кейде өзіңе бала болуға, сәтте болуға, өзіңді сынауға, отбасыңа жақын болуға мүмкіндік беру өте маңызды. Қуаныңыз, күлімдеңіз, күліңіз және сүйіңіз. Біздің өміріміз осындай сәттерден тұрады. Оны тек жарқын эмоциялармен толтырыңыз. Мен тіпті осы сырғанақ үшін ұпайымды Марияға оның әдемі күлкісі үшін беруге дайынмын. Иванға батылдығы үшін. Ал анама оның сұлулығы үшін. Ал мен жазылушылардан ұпай алдым, өйткені мен ең жақсы комментатормын. Бұл өзен туралы не айтасыз, жігіттер? Бұл дұрыс па? Мен келісемін. Біз дайынбыз, кеттік. Бұл сырғанақ қанша уақыт деп ойлайсың?
5, 10, әлде 20 ма? 0. Неге 0? Бұл ұзақ қызықты. Бұл суға малынған. Сонда бұл 3. Бұл 3. Вау, өте қызықты. О, Иван. Қыздар ұйықтап қалуға жақын. Олар барлық қызықты нәрсені өткізіп алады. Мен ештеңе өткізіп жатқан жоқпын. Гра! Меніңше біз осы сарқырамаларға тағы бір ұпай қоса аламыз. Бірақ кім жеңді? Нәтижелерді тексерейік. Жеңімпаз Иван. Ал басты сыйлық. Не деп ойлайсың? Бургер, Жоқ. милкшейк, Жоқ. 1 метрлік хот-дог. Бұл сыйлық ұнай ма? я, Сен мұны бәрін жеуің керек. бұл сыйлық емес, жазалау сияқты. Мен оны сенімен бөлісемін. Рахмет, дәмді ме екен? Бұл бейнені лайктап, Гүрәк арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Қош болыңыз. Кет. Ой, жоқ, мұжылып қалды. Балмұздақ. Балмұздақ. Кім балмұздақ алғысы келеді? Не? Балмұздақ? Балмұздақ. Иә, менде көп балмұздақ дәмдері бар. Қай дәмді қалайсыз? Мен осыны қалаймын, рахмет. О, қасы жоқ. Жемістер, жаңа піскен жемістер. Қалай? Жемістер. Иә, жаңа піскен жемістер. Балмұздақтан әлдеқайда пайдалы. Неге жемістер балмұздақтан пайдалырақ? Жемістерде витаминдер бар. Оларда қант аз және олар тістеріңізге жақсы. Өте жақсы. Тек осы дәмді және шырынды қарбызға қараңыз. Маған қарбыз беріңізші өтінемін. Қарбызыңызды рахатанып жей беріңіз. Дәмді. Балмұздағыңызды қайтарыңыз, мен оның орнына пайдалы жемістерді таңдаймын. Түскі үзіліс. Dämde. Ол ешқашан білмейді. Менің пайдалы балмұздағым. Қансыз балмұздақ. Пайдалы балмұздақ, қансыз пайдалы балмұздақ. Пайдалы балмұздақ, пайдалы балмұздақ. Барлығы біткенше тезірек сатып алыңыз. Пайдалы балмұздақ дейсіз бе? Иә, қансыз пайдалы балмұздақ. О, маған балмұздақ беріңізші өтінемін. Қайсысын қалайсыз? Осыны беріңізші өтінемін. Жақсы таңдау. Стефи шоколадты сироп алғыңыз келе ме? Қансыз қосылған ба? Иә, өтінемін. Жаңа піскен, дәмді йогурт десерті. Йогурт десерттері? Иә, жидектер мен жаңғақтар бар йогурт десерттері. Мұм дәмді, маған осы йогурт десертін бересіз бе? Әрине.
Бұл не? Қансыз балмұздағыңызды қайтарыңыз. Не болды? Бұл өте көп қант. Мен қатты қателестім. Бұл жемістер өте дәмді. Стефи, жеміс десертін қалай ұнаттыңыз? Дәмді. Кешіріңіз, Стефи, мен балмұздағымды алдамауым керек еді. Жарайды, бәрі қателеседі. Дұрыс нәрсе олардан сабақ алу. Келіңіз пайдалы десерттерді бірге жасайық. Тамаша идея. Әрқашан пайдалы тағамдарды таңдаңыз, жігіттер. Ешқашан алдамаңыз, адал болыңыз. Және қателіктеріңізден сабақ алыңыз. Бұл қандай жұмыртқа? Жігіттер, бұл кішкентай T-Rex. Бұдан бұлай дос болайық. Менде саған бір нәрсе бар. Не болды? Тағы тамақ керек пе? Жақсы, қазір қайтып келемін. Бұл? Вау, менің T-Rex'ім өте үлкен болып өсті. Және өте тез. Менің T-Rex'ім аш сияқты. Оған тамақ әкелемін. Саған хот-дог әкелдім. Хот-догты рахаттанып же, T-Rex. Мен ашпын. Жақсы, саған тамақ әкелемін. Алдымен біраз жарма салайық. Тоқта, ол дайын болуға жақын. Ей, T-Rex, неге табақты жедің? Бірақ сен көп жедің ғой. Бұл жеткілікті емес пе? Тағы тамақ. Жақсы, саған тағы тамақ әкелемін. Жұмыртқа мен тост жасайық. Енді тост үшін май алайық. Және сиқырдың аздап себілуі. Не болды? Дайын. Бұл өте ауыр. Бұл саған жеткілікті тамақ деп үміттенемін. T-Rex. T-Rex, сен тіпті табақты да жедің бе? Жақсы, T-Rex, бүгінге саған жеткілікті тамақ. Қайда барасың? T-Rex, мені күте тұр. Тоқта, T-Rex, қайда барасың? Тоқта, T-Rex, тоқта. Сен бүкіл үйді бұзасың. Жоқ, T-Rex, оны жей алмайсың. Бұл ағаның попкорны, T-Rex, жоқ. Жоқ. Қайда барасың? О, құдайым, жоқ. Не істеп жатырсың? Жоқ, кетпе, тоқта. Ей, T-Rex, доппен ойнағың келе ме? T-Rex, неге допты жедің? Бұл тамақ емес. Ей, динозавр, тоқтат. Сәлем,
Мен ашпын. Жақсы. О, міне, сен осындасың, Дино. Хам, Дино, сен мұнда не істеп жүрсің? Кел, Тирекс, қашуды тоқтат. Сен телефон жедің бе? Жақсы, Тирекс, мен қайтып келемін, осында бол. Кім бар? Сәлем. Сіздің тапсырысыңыз, ханым. Менің тапсырысым дегеніңіз не? Мен ештеңе тапсырыс берген жоқпын. Тоқта, тоқта. Оны жеме. Тоқта, оны жеме, жоқ. Кешіріңіз, ханым. О, я, Сіз пицца үшін төлеуіңіз керек. бұл жеткілікті болуы керек. Қолайсыздық үшін кешіріңіз. Сау болыңыз. Рахмет. Сәлем. Ой, динозавр. Не істеуім керек? Ой, жоқ, менің ойыншықтарым. Сен тентек динозавр. Ой, тоқта. Дрекс, Дашаны қорқытпа. Жүр, Даша, ал сен Трекс өзіңді дұрыс ұста. Бұл тентек динозаврға қалай сабақ береміз? Ой, мен білемін, менің динозавр туралы білімімді қолдана аламын. Тираннозавр Рекс шамамен 66 миллион жыл бұрын өмір сүргенін білесің бе? Сол кезде климат өте жылы болған. Сол кезде ауа райы ыстық және ылғалды болған. Қар мен мұз болмаған. Сондықтан Трекс суықты ұнатпайды. Мен оны сәл салқындатуым керек. Менің динозаврыма мұзды бабыл шай жасайық. Сергітетін бабыл шай дайын. Ол келе жатыр. Сәлем. Сәлем, бұл Дино бақылау. Менің үйімде үлкен динозавр бар және ол тоқтамай жеп жатыр. Маған көмектесе аласыз ба? Жарайды. Жарайды, рахмет. Сабыр сақтаңыз, Дино бақылау мұнда. Сәлем, динозавр қайда? Ол ана жерде. Ой. Мырза Трекс, сабыр сақтаңыз. Сіз ережелерді бұздыңыз және оның салдары болады. Жүріңіз. Балалар, тамақ, ойыншықтар немесе ойындар сияқты нәрсені жақсы көрсеңіз де шектеулеріңізді сақтаңыз. Егер тым көп алсаңыз, ол сізге және достарыңызға зиян келтіруі мүмкін. Әрқашан жақсы болыңыз және қамқорлық жасаңыз. Ой, қандай қызықты жұмыртқа. Оны ашайық. Ой, енді бәрі бітті. Алекс, жоқ. Жұмыртқаға тиіспе.